тариф ол 2 миллион теңге тұрды. Оны өзіңді былайша айтқанда сату керек. Коламбус компаниясы арқылы бардым. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін бізде көптен күткен подкаст. Бүгін қонақта бізде Дана, менің группаласым және Work and Travel бағдарламасының қатысушысы. Дана, қош келдің. Келгеніңе үлкен рахмет. Рахмет шақырғаныңа, бәріңізге сәлем. Жақсы. Осы жазда бізде Дана Work and Travel бағдарламасымен Аляска штатына барды. Енді ең бірінші сұрағым өзің туралы қысқаша айтып өтсең, қайда оқисың, бұл бағдарлама туралы қайдан білдің? Мен шәкәрімде екінші курста магистрантпын. Бұл бағдарламаға бірінші курс оқып жүргенде тапсырдым. Work and Travel бағдарламасы туралы бұрыннан естіп біліп жүрдім, бірақ толықтай іздестірмедім, бірақ осы жылы соңғы мүмкіндік болғандықтан дұрыстап іздеп қарастырып қатысып көрейін деп шештім. Жақсы, неге соңғы мүмкіндік деп айттың? Өйткені бұл бағдарламаға бакалаврдың 3-ші курсына дейін және магистратураның 1-ші курс студенттері ғана қатыса алады. Сондықтан бакалаврда қатыспағаннан кейін осы мүмкіндікті пайдаланып қатысып көрейін дедім. Жақсы, бізде өте көп офферлар да бар, басқа мысалы Dream Job деген сияқты. Неге именно осы Work and Travel? Өйткені басында менің арманым негізінде Европаны көру болатын, бірақ енді қатысып жатқаннан кейін бірден Америкаға кеткен дұрыс шығар деп ойладым. Өйткені бір жағынан ақша, екінші жағынан бұл Америка как Америка. Сондықтан көп ойланып, осы Work and Travel таңдадым. Жақсы. Ал енді қандай бағдарламамен бардың деген сұрақ? Мен Work and Travelға Коламбус компаниясы арқылы бардым. Оны бір досымыз рекомендовать еткеннен кейін көп ойланбай сразу соған уақытығыз болғандықтан бірден бере салдық сол компанияға. Одан кейін солай ары қарай координаторлармен сөйлесіп бірден жұмыс бастап кеттік. Жақсы. Ал Коламбус бағдарламасы, бұл жақта іріктеуден өту қалай болды? Яғни қанша ақша төлеу керек болды қатысу үшін? Жалпы ақша, тариф ол 2 миллион теңге тұрды. Оны біз бірнеше бөлікке бөліп төледік. Басында предоплата, одан кейін уже документтерді сразу жинап бастап кеттік. Оған студенттік билет, оқу орнына справка, GPA, UP керек емес, тағы да резюме, өзіңді мақтап барынша осылай жазып, өзіңді былайша айтқанда сату керек. Бізде Алматыдан өткендер өте оңай өтті. Жақсы. Ал енді құжаттар туралы айта кеттің. Бұл ең бастысы бұл виза алу, сондықтан да соңғы курс студенттерін бұл бағдарламаға көбінесе алмай жатады, өйткені қалу қаупі бар деген сияқты. Өзіңнің кейсіңде виза алу қалай болды? Қиын болды ма? Қай кезде тапсырдың? Қай қалада тапсырдың? Деген сияқты. Мен визаны апрель айында Астана қаласында тапсырдым. Жақын болғандықтан Астананы таңдадым, ал негізінде Алматыдан өткендер өте оңай өтті. Расыменде магистранттарға одобрить етуі негізінде қиын, өйткені және бірден өтті. Расыменде магистранттарға одобрить етуі негізінде қиын, өйткені сағатына $15. Плюс сол жақта қалып қалу мүмкіндігі бар. Одан кейін мен өте көп сұрақтар қойды маған. Сол барлық сұраққа жауап беріп, өзімнің Қазақстанға келетіндігімді айтып, GPA-ім жоғары екенін көрсетіп, сұрақтардың барлығына жауап беріп, осылай өттім. Жақсы. Визовый сбор, оның барлығы Коламбусқа төленетін ақшадан бөлек? Визовый сбор ол бөлек. Жақсы. Ол қанша ақшаны құрайды? Ол $85 ғой деймін. 20 мың теңге шамасында. Жақсы. Ал енді өзіңнің job offer'ың туралы айта кетсең, ұзақ ойландың ба? Мен өзім айтып кеттім, жаңа Аляскада болды деген сияқты, қай қаласында болды? Көңіліңнен шықты ма жалпы? Ұзақ ойланатын уақыт болған жоқ. Өйткені координаторлар сразу жібереді, сразу ответ сұрайды. Сондықтан басқа офферлармен салыстыра келіп, барлығын қарап, штат қандай, жұмыс қандай, accommodation бере ма, сол жағын барлығын қарастырып, осы оффер өзіме тиімді болғандықтан таңдадым. Жақсы.
Алясканың қай қаласында? Алясканың Анкоридж деген қаласында болдым. Анкоридж қаласында. Ал job offer позицияң қандай болды? Job offer housekeeper болды. Housekeeper, housekeeperдің міндеттеріне не кірді? Housekeeperдің міндеттері бұл public areаны тазалау, лаундри жасау, одан кейін бөлмелерді тазалау. Жақсы. Сағатына қанша доллар төленді бұл жұмысқа? Сағатына $15. 15 доллар. Плюс, бірақ мен көп чаевые таппадым. Неліктен? Овертаймдар $22 плюс чаевые, бірақ мен көп чаевые таппадым. Неліктен? Өйткені бұл отельге байланысты және келген қонақтарға байланысты. Егер олар шетелдіктер болса, Индия, Пакистан сияқты, ол жақта ондай понятие жоқ, сондықтан оларға бұл кішкене жат нәрсе. Жақсы. Ал енді алғашқы жұмыс күнің есіңде ме? Қалай өтті барлығы? Алғашқы жұмыс күнім есімде, жұмысты ұнатып, интереспен солай жасадым. Қасымда бір апай болды, Сомалидан келген ба, сондай. Өте күшті кісі болды, барлығын үйретіп, даже чаевые тауып алсақ, сон менің стажировкада өткен күндеріме маған беріп, солай бірінші жұмыс күнімді ұмыта алмаймын. Өте жақсы, керемет күн болды. Жақсы. Енді Аляскаға бізде прямой жоқ, сен қалай ұштың, билетің қандай пересадкалар, қай мемлекеттерде болуын деген сияқты? Негізінде прямой рейс бар. Енді Қазақстаннан Америкаға мүлдем прямой рейс жоқ, бірақ бірден Аляскаға баруға болады. Бірақ мен бірінші как-никак Америкаға бірінші рет барып тұрған соң, оның атмосферасын көру үшін Нью-Йоркқа бардым. Сол Нью-Йорктан ары қарай Аляскаға ұштым. Аляскаға ары қарай ұштым. Жақсы. Енді Нью-Йоркқа барған кездегі бірінші өзіңнің впечатление, көзқарасың қандай болды жалпы? Не айта аласың? Нью-Йоркқа барғанда өте керемет впечатление болды. Оны прям даже сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Өте күшті ощущение болды. Даже барған кезде ештеңе де почти көрмедім. Қараң түнде келіп, даже соның өзінде атмосферасы деген бөлек. Ал одан кейін таңертең тұрып, уже қалаға шыққан кезде, если честно, қайда бар жатқанын білген жоқпын. Әйтеуір метроға отырдық та, бір станциядан түстік. Еш шығып қалсам прям Таймс сквер. Еш шығып қалсам прям Таймс сквер. Оны даже Таймс сквер екен ол кезде білген жоқпын. Прям өте күшті ощущение болды. Жан жақтан дауыс, полицейский машиналардың, эмбуланстердің айғайлағаны, жан жағымда American speech, прям высокие здания, прям айтып жеткізе алмаймын. Өте күшті ощущение болды. Яғни сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Оны надо прожить каждому индивидуально. Так, жақсы. Ал енді америкалық әріптестерің мен клиенттерің қандай болды? Олардың жалпы менталитеттері біздің қазақ менталитетке ұқсай ма, жоқ па? Айырмашылығын айта кетсең. Қазақша менталитетке мүлдем ұқсамайды. Қазақша менталитет ол жаққа барғанда тастау керек, ұмыту керек. Бірақ біздің бәрібірде қазақша менталитет өзімізден шығып тұрады. Ол жақта өте жақсы негізінде адамдары әртүрлі. Лично маған кездескен адамдар өте жақсы болды. Мен коворкерлерім де жақсы болды, эмплойерлар да жақсы болды. Барлығы барынша маған көмектесіп, тырысып, көрсетіп жіберуге. Лично маған бәрі жақсы относиться етті. Жақсы. Адамның өзіне де байланысты шығар, негізі адамның өзіне де байланысты, сондай адамдар жолығады деп айтады, жақсы. Ал мәдени айырмашылықтар, жаңа айта кеттің, бос уақытың болды ма жұмыс жасау барысында Аляскада? Бірінші айда болды. Менде өйткені бір-ақ жұмыс болды. Ол кезде social security деген номер болады. Әр адамның өзінің идентичный номері болады. Біздегі иін сияқты. Соны күткендіктен бір ай бос уақытым болды. Ол кезде өзімше ағылшынымды дамытам деп ағылшынша кинолар көріп, солай бастадым. Бірақ екінші жұмыс іздегеннен кейін, тапқаннан кейін ол вообще қалды. Даже тамақ пісіруге уақытым болған жоқ. Мен Америкада бірде-бір рет тамақ істеген жоқпын, басын есептемегенде. Солай менде мүлдем бос уақыт болмады. Мен таза жұмыс істедім, даже бірде-бір day off алған жоқпын. Демалыссыз таза 2,5 ай жұмыс істедім. Жақсы, өйткені енді көбісінің бару мақсаты
табыс табу және де тапқан табысына саяхаттау, иә. Осы Иә. бағдарламаның атауы да өзі сондай ғой, work and travel. Жақсы. Ал енді Қазақстанды сағыну деген сезім болды ма? Менде Қазақстанды сағыну деген сезім вообще болған жоқ. Оған уақытта болған жоқ. Жоқ. Мен ойлаймын, оның себебі мен екен Қазақстанға қайтатынымды білдім нақты. Және мен ол жақтағы әр күнімді прям полноценно проживать етуге тырыстым, әр сәтімді жібермей бағалауға тырыстым. Сәтті, өте жақсы. Енді егерде бұл бағдарламаға барғысы келетін студенттер осы Коламбусты таңдаса, яғни рекомендацион беру үшін едің Коламбусты таңдау керек пе, жоқ па? Ең бірінші барлығы ақшасына қарайды, ақшасы қандай айырмашылықтарына қарайды. Егер де ұнаса, бірақ кеңес беремін деп айтпаймын. Ең көп өзімнің байқағаным, ең көп жақсы жұмыс оферлар. ЦМО туралы не айтады? ЦМО неге деген? ЦМО, Карбет деген агентстволардың оферларын жақсы екенін өзім лично байқадым. Сол агентство таңдаған кезде өте қарау керек, оның отзывтарын оқу керек, өздеріне жекелей телеграмнан барлық мүмкіндіктерді пайдаланып, ізденіп, негізінде сұрастыру керек. Осылай дұрыстап таңдау керек агентствоны. Ең бастысы сол. Job offer'ыңды соған байланысты болады. Job offer да соған байланысты болады, спонсор да, ары қарай поддержка да бәрі соған байланысты болады. Мысалы, енді Америкада болған кезде сондай бір кедергілер болды ма? Жаңа айтып кеттің, social security номерді алған кезде сол Коламбус тарапынан қолдау болды ма? Көмек болды ма? Уже агентство негізінде Америкаға барғанға дейінгі процесста ғана көмектеседі. Ары қарай егер сен өзіңнің қателігіңе жұмыстан шығып кететін болсаң, басқа да правонарушение жасап қойсаң, уже агентство ештеңе істей алмайды. Мүмкін таныстар арқылы жұмыс табуға көмектесу мүмкін, бірақ это не точно. Сондықтан ұмытпау керек, сен бірінші жұмысында жақсы жасауың керек, екінші жұмыста көп ақша төлейді екен деп ойламай, өйткені сол бірінші жұмыстың арқасында сол Америкада жүргеніңді ұмытпау керек. J1 ол бізде беріледі виза, иә? Кімдерге сонда? J1 виза бұл осы 3 айда жұмыс істеуге баратын студенттерге беріледі. Және J1 студент десе, ол жақта уже бәрі біледі. SSN туралы. SSN ол барған кезде оған сразу заявка беру керек. Ең бірінші appointment алады. Олар барлығы солай. Бір система appointment алып, одан кейін ары қарай SSN алуға барады. Бізде Аляскада не екенін білмеймін, өте көп болды, ұзақ уақыт алды, бірақ біз кішкене қимылдап, ізденіп, қайта окошкаларға барып, барлығына сұрап шығып, әйтеуір бір кісіні тауып, сол кісі бізге көмектесіп жіберді ішінде. Бір күннің ішінде почти бізге жасап берді. Ал олай істемесек, біз 2 ай тосушы едік, 2 ай зарплатасыз, екінші жұмыссыз жүруші едік. Олай істемесек. Бір жерде, яғни өзіңнің қабылдайды маңызды, иә? Барлық жерде, конечно, бұл жұмыс жасамайды, бірақ жұмыс жасайтын кездерде болып қалады екен. Менде банкта да тоже солай болды. Банк карточкасын бізде Қазақстандағыдай үйде жатып заказ бере салу жоқ, аша салу жоқ, барасың, appointment аласың, одан кейін барып карточкаға барасың, карточканы ашатын өзінде 1040 сұрақ қояды. Ол жақта прям барлығы өте системно жұмыс істеді. Ол жақта тоже мен appointment алмай сразу алдым карточка. Сөйтіп маған удачно болып кетті. Әркімде әртүрлі кейстер болуы мүмкін, бірақ біз сияқты ондай мүлде дамымаған. Америка қанша дамып кетсе де, ондай цифровизация ол жақта олай дамымаған Қазақстандағыдай. Билетті барып аласың, жұмысты барып сұрайсың, жұмыс бар ма деген сияқты. Яғни екінші жұмысты осылай таптың. Иә. Кәдімгідей бардың, өзің сұрастырдың, және отельдің қасындағы бүкіл не бар, магазин, кафе, бүкіл не бардың. Именно бір жерді ғана тыста кететін, неге екенін білмеймін. Бірақ ең соңында соның
случайно кіре салдым. Сол кезде бірден жұмысқа қабылдады және өте жақсы офер шықты. Бейбиситер деген, необычный еще. Өте жақсы кісілер жолықты, өте күшті коуеркерлар кездестірдім. Бала хороший. Сонда бірнеше балаға қарадың ба, әлде бір ғана балаға қарадың? Бір ғана балаға қарадым. Өзінің 2 баласы болды, 2 қызы. Бір баласын қараған кезде бір баласын өздері алып қалып, солай маған тек бір ғана баланы беретін. Жақсы, солай бейбиситер деген, жақсы, өте жақсы. Енді келесі сұрақ, бұл тәжірибе саған не үйретті? Америка саған не берді? Американың маған берген нәрсесі біріншіден енді кругозорың кеңейеді, өмірге деген көзқарасың өзгереді, жауапкершілікті көбірек сезіне бастайсың, не только өзіңе, уже өзіңнің еліңе деген, мысалы Қазақстанның атын жаманға қалдырмайын деген сияқты. Одан кейін түсіне бастадым, жаловаться етпеу керек. Ол жақта сен қалай жұмыс іздейсің, соған байланысты өзіңнің ақынды аласың. Барлығы айтады, в Америке люди глупые, они все бомжи деген сияқты өте сондай көп стереотиптер бар. Ол негізінде шын нәрсе емес, стереотипке сенбеу керек. Американецтерінде неше түрлісі болады. Жақсы, жизнерадостный және прямо айтатын сондай қатты кісілер де болады. Әркім әртүрлі кейстер болады. Тура өзіміз сияқты адамдар. Тура өзіміз сияқты адамдар. Бірақ ол жерде judgment азырақ, кейінге келетін болсақ. Ол жақта бәрі Америка свободная страна дегенді естіп, прям бәрі ойлайды, ол жақта барлығын істеуге болады. Олай емес. Еркіндік деген ол мынандай мағынада, сен ол жақта ешкім сені осуждать етпеді, ешкім саған мән бермеді, өзіңді еркін ұстап, қалай бар болмысыңмен сені қабылдайды. Ал басқандай мағынада оны түсінбеу керек. Сен ойыңа келгенді істейсің, заңды бұзуға болады деген сияқты, ондай емес. Бәр жерде заң бар. Жақсы, енді келесі сұрақ, ең маңызды сұрақ, бұл бағдарламаға қанша ақша жұмсадың? Бағдарламаға агентствоға берген, одан кейін билет барлығын қосқанда мен 2,5 миллион теңге жұмсадым. Кішкене одан артық болуы мүмкін. Ал ол жақтағы тапқан табысым 2 жұмыспен қосқанда $12,000 құрайды. Долларды құрайды, теңгемен шыққан кезде 6 миллионнан жоғары, Жақсы, ал енді travel туралы айтсаң, жұмыстан кейін енді ешқандай day off алмай, сондай hard work'тан кейін қай штаттарға бара алдың, тур алдың ба, қалай болды? Басында ойладым, өзім барам, барлық жерді көремін, Ниагара фолға да барам деп, бірақ кішкене өзің тапқан ақшаң болғаннан кейін үнемдегің келеді, уже ондай шаршап тұрғаннан кейін өзіңде басыңда ауыртқың келмейді, қай жерден отель іздеймін, қай жерден ананы мынаны іздеймін деген сияқты. Сондықтан тур алу самый оптимальное решение болды. Солай Атлас тур деген турды алдық. Ол жерде шамамен $1000 болды, $1000-ға жетер-жетпес. И СНГ-ның ғана студенттері болды. Өте жайлы, жақсы ұйымдастырылған тур болды, өзіме ұнады. Жақсы, Атлас турына қандай штаттар кірді? Жалпы не кірді? Жол, тамақ деген сияқты. Ол жақта отель және де трансфер кірді. Өзімізді аэропорттан күтіп алып, шығарып салып, барлық қалаларға өздері апарып әкеліп, қыдыртып, солай жүрді. Біз Секвойя паркқа бардық, Калифорниядан Лос-Анджелес пен Сан-Францискоға бардық, одан кейін Хоршбенд и Гранд Каньонға бардық, Лас-Вегасқа бардық. Осылай жақсы қыдырып қайттық. Жақсы. Енді есте қаларлық ең қызықты бір situation туралы айтып берсең.
ол ситуэйшн жұмыста болды. Мгм. Кішкене негізінде күлкілі нәрсе емес негізінде. Аха. Бізге негізі жұмыста список береді бөлмелерді жинауға. Содан кейін негізінде чекаут болып кеткен бөлмелерді бізге береді. Оларға ес қақпай кіре береміз. Сосын кейін қалған бөлмелерге уже ес қақып сұраймыз: hello, housekeeping деп. Сосын солай кіріп жүргенде уже сағат 1-ден асып кетті. И ойладым, бәрі енді шығып кетті ғой, уже 11-де шығу керек. Соны бір бөлмеге солай әдеттегідей кіріп қалсам, оказывается, ол бөлмеде адамдар шықпаған екен. И мен бір неподходящий моментта кіріп қалдым. И мен аш қалсам бір әйелді көрдім, и бір ер адамды көрдім, и сол киімсіз. Одан кейін сразу есікті жауып, өзім не істерімді білмей қалдым. Ондай ситуацияға түсем деп даже ойлаған жоқпын. Содан кейін ары қарай не істерімді жұмысын істеп кете бердім. Сосын артынан әйел адам шығып, сосын олар жай ғана just they let me know. Айтты, типа, just in case knock the door деп. Солай Ендігі жай ғана ескерту жасап кетті. Бірақ енді ұрысқысы келген шығар, может, білмеймін. Бірақ, может быть, олардың өмірді қабылдауы басқашалау шығар, иә, мүмкін? Мүмкін, иә, басқашалау шығар. Жай ғана ендігі есікті тоқылдап деп айтты, иә, жай ғана ендігі есікті тоқылдап. Өте қызықты ситуация. Мен ойлаймын, сен бір тревел туралы айтасың ба, там Вегаста осындай болды, там что-то такое. Ну, такое я точно не ожидала. Так, жақсы, рахмет. Ал енді бірақ тревел туралы бір қызықты оқиға, есе кетпес бір сәт, иә, мысалы жаңа сен айтып кеткен Таймс-скверді көрген кезде, иә, сол сияқты тағы да Сан-Франциско мысалы. Өзіме ең қатты ұнаған, ең қатты впечатление қалдырған ол Калифорния штаты, Сан-Францискода ұнады, Лос-Анджелесте ұнады. Прям барғаннан бастап вау деп жүрдік. И аллея звездті көру өзімнің арманым болған. Бірақ аллея звезд ожидание реальность болып қалды, өкінішке орай. Тура біз барған уақытта ол жерде көп таджиктер андай сатып тұрады ғой, магниттер, сондайлар көп тұрады. Уже көруге даже возможность болмайды, фотоға түсуге күн түсіп тұрады. Ол жаққа лучше всего таңертеңгі уақытта барған. Өте ерте. Иә, өте ерте бару керек. Ал в целом өте керемет. О май гад, аяғым кетті уже. Я видела, как американцы занимаются любовью. Ема, тура. Стоны бәрін көресің жақта естесің. Окей. Сондай получается. Не айтып тұр едік? Неме? Тур туралы. Одан кейін Лас-Вегасқа барғанда прям андай I was excited, бірақ олай болған жоқ. Ұнады, өте керемет, әдемі қала, бірақ мен күткендей ощущение болған жоқ. Иә. Одан кейін Нью-Йорк әрине өте қатты ұнады. Мен 2 күннің ішінде прям өзім баратын жерлерін барлығын аралап тастадым. Нью-Йорк үлкен көрінгенмен де аралауға уақытымды есептесе негізінде болады. И энергияң көп болса, мен ертеңнен кешке дейін жүре беретінмін, шаршамайтын. Мүмкін просто, наверное. Окей. Статуя Либерти бар ғой. Соны көрдім. Ең бірінші барған кезде ойлайтын, мынаған қалай барады, только өстіп пароммен, только жанынан өтуге бола ма деп сөйтіп іздестіріп тур қарадым. Оказывается, болады екен. Именно сол Либерти Айландқа баруға барғандағы ощущением өте керемет. Прям свободаның не екенін соны көргенде түсіндім. Символ. Иә, символын көріп өте керемет сезім болды. Қатты ұнады. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Так, жақсы, енді қызықты. Если жить, то только в Нью-Йорке? Только в Нью-Йорке. Окей. Так, енді кішігірім бір қолға данадан мотивациялық фраза.
Барлығын көру керек, білу керек. Мүмкін емес нәрсе жоқ деп ойлаймын. Егер адам өзі шын қаласа, бір кедергі шықса, қолын бір сілтеп кетіп қалмай до конца жүру керек. Лично мен Кореяға барғанда да, Америкаға барғанда да неше түрлі квест айттым, бірақ өзім сол мән бермей жүре бергеніме қатты қуанам, если честно. Сол айтатын, барлығын көру керек, білу керек, өзінің уақытында барлығын істеу керек, жастық шақты құр босқа өткізуге болмайды. Өте жақсы менің ойымша Данадан. Өте үлкен рахмет, Дана, алтын уақытыңды бөліп келіп отырғаныңа. Негізі біз екінші рет түсіріп отырмыз. Окей. Бірінші рет Мадина сыймай қалды. Қадырға сыймай қалды бірінші рет. Окей. Ал енді сүйікті менің елу подписчигім. Сұрақтарыңыз болса, жаза кетіңіздер. Тілектеріңіз болса, астына жаза кетіңіздер. Қаралым үшін үлкен рахмет. Осындай қызықты қонақтарымызбен подкасттар көп болады деген сенімдеміз. Сау болыңыздар. Сау болыңдар.